Достар, сәлем. Бүгін қолымда екі ағайынды Poco F3, Poco X3. Көп адам айырмашылықтарын білмейді. Қайсы жақсы, қайсы жаман деп түсіндіргім келіп тұр. Бағасымен айырмашылығын айтып беремін. Және жалпы қайсын таңдау керек екенін түсінесіздер. F3 артық па, X3 Pro артық па білу үшін екеуін салыстырамыз. Мынау Poco X3 менде жаңа. Бұл 6 гигабайт 128 гигабайт азуы бар. Пакетінен ашамыз. Бірінші пакетінен ашып алайық. Тек қана пакетін ашқаннан кейін ғана салыстыруға келеді. Ал ең бірінші тез ішінде не бар екенін айтып берейін. Наклейкалар, бұл айфоннан үйренген үлкен кітап, өзінің чехолы, инесі, смартфонның өзі, 27 ваттық аккумулятор, кабелі. Енді жарайды, бұның бәрі сырты, мынау сондай, оған ұқсас. Енді екеуі ағайын болғаннан кейін екеуінде де наушник болмайды. Наушник күтпеңіздер. Заряды 27 ваттық. Бұның ішінде әлі переходник бар. F3-те переходник болады, мынандай. Наушник тыңдау үшін немесе 3.5 мини-джек тыңдау үшін салу үшін арналған. F3 деген флагман мықтылардың бірі. Былтыр F2 мықты болса, F2 Pro. Биыл F3 мықты басқалармен салыстырған кезде. Мен алардың чехолдарын алып тастайын. Чехолдары өзінікі, родной. Екеуін бірінші дизайндарын қарап алыңыздар. Мысалы F3 жіңішке, жеңілдеу кішкене. Артқы дизайн қарасаңыздар, екі үлкен көзі бар. X3 Pro-ның дизайн былтырғыдан ауыспады, тура былтырғыдай. Артынан қарайтын болсаңыздар, мынау шыны түрі әдемі, сүртіп қойсаңыздар өзіңізді көресіз. Ал мына X3 Pro ол пластик. Енді арзандау. Бағасының соңында айтамын. Қазір пока түрін көре тұрыңыздар. Екі жағында да динамигі бар. Мысалы X3 Pro-да болмаса, мен былай көрсетейін. X3 Pro-да болмаса, бұда әлі динамик екі жағында да бар. Стереодинамик дейді, яғни басты батырмасы жанында, бірақ әдемі орналасқан, әдемі жасалынған, және қолға ыңғайлы. Сим картасын, мысалы X3 Pro-да сим картасын сол жақта қойса, мыналар астына қойды. Неге? Өйткені X3 Pro-да мини-джек бар, міне, былай көрсетейін. Мини-джек, ал на неде F3-те мини-джек жоқ. Бұл жалпы дизайн, және алдыңғы дизайнын көрсетейін. Қараңыздар, мұның кнопкасын, селфи камерасын қарасаңыздар, мұнан кішкене үлкенірек, F3-пен салыстырғанда. F3-те тағы да AMOLED экран өте әдемі. Мысалы, сурет қараған кезде, ойын ойнаған кезде әдемілеу көрінеді. X3 Pro F3-пен салыстырғанда арзандау, және бұда экран IPS. Енді ең қызығын алдын ала айтып қояйын. Мысалы, X3 Pro-ның бағасы 130 мың теңге болса, ал F3, яғни Poco F3-тің бағасы 200 мың теңгедей болады. Бұлардың әлі комплектациясы болады. Мысалы, мұнау 6-да 128 болса, мұнау 8-де 256. Яғни бұл бәрі де қымбат болады. Комплектация жағынан да қымбат, өзі F3 болғандықтан да қымбат. Енді артықшылықтарын сразу айтып кетейін. Артықшылықтары, мысалы, X3 Pro туралы айтатын болсақ, оның біраз артықшылықтары бар. Мысалы, ең үлкен артықшылығы ол аккумулятор. Аккумуляторы мынадан 650 мАч-қа артық. Мысалы, F3-пен салыстырғанда. Енді бір жағынан түсінуге болады, өйткені IPS-тің экраны көп күш қажет етеді. Ал AMOLED ол білесіздер, қараңғы болса, мысалы, қараңғы нүктелерінің, мысалы, мынау қара нүктесін, ол қазір жарық істемей тұр, яғни жанбай тұр. Ал IPS-тің қарасы, ол қара цвет беріп тұр. Яғни оған күш керек болып тұр. Сол үшін мүмкін аккумуляторы X3 Pro-ныкі әлі көбірек шығар. Келесі артықшылық, X3 Pro-ның тағы да бір артықшылығы бар. Мысалы, қараңыз, сим картаны көрсетейін. Сим картаның түрі осындай. Қараңыз, мына жерге сим карта саласыз, мына жерге екінші сим карта саласыз. Немесе мынаған біреуіне сим карта саласыз, екіншісіне micro SD, яғни флешка салуға болады. Ал енді F3-ті қараңыздар, қандай жасаған. Оныкі кішкене басқаша, заманауи және мықтылау жасаған.
мына қараңыздар, сим карта 1, сим карта 2. Мұны былай көрсетейін, сим карта 1, сим карта 2. Болды. Бұған флешка сала алмайсыздар. Яғни бұның мысалы ішкі жады 256 гигабайт болса, болды 256 гигабайт. X3 Pro-ның артықшылығы ол мына мини джек. Мына өзінің смартфонның өзінде мини джек жоқ, бірақ комплектациясында бар. Яғни қорамында Type-C-дан мини джек жасайтын переходнигі бар. Болды. Осы артықшылық мынада. Ал енді F3-ке қарайтын болсақ, ең алғашқы артықшылығы ол AMOLED экран. Келесі артықшылығы оның процессоры мықтылау. Одан кейін артықшылығы оның жарығы, яғни AMOLED болғанымен жарқырайды. Енді жарығы көбірек. Келесі артықшылығы бұның Wi-Fi 6, яғни 6-шы деңгейі. Ол интернеттен көшіретін болсаңыз көбірек, тезірек көшіреді. Тағы да артықшылығы ол стереодинамик. Процессор жағынан 1,5 есе мықтылау. Және соңғы артықшылығы ол салмақ жағынан мынау F3 жеңілдеу. Яғни өзі шын айтсам, менің қолымда жеңіл тұр, ыңғайлы тұр, маған ұнап тұр. Жалпы мен осы F3 қолданғаныма 1 айдай болды. Шын айтсам, өте ыңғайлы, өте әдемі, маған ұнады. Экран жағын айтатын болсақ, экраны мынау IPS деп бағанан бері айтып отырмын. Мынау AMOLED экран. Екеуінің диагоналі бірдей, 6-да 67 дюйм. Қолданған кезде қатты байқалмайды, өйткені екеуі де 120 Гц, яғни экран жаңару жиілігі. Артықшылықты айтып ұмытып кеттім. X3 Pro-ның Gorilla Glass 6, ал F3-те Gorilla Glass 5. Енді қаттылығы жағынан кішкене болса да аздау болып тұр. Ол экран туралы. Ары қарай кеттік, енді процессор туралы айтып берейін. F3-тің процессоры, мына Poco F3-тің процессоры 870 Snapdragon, ал X3 Pro-ныкі 855 плюс деп тұр, яғни 860 дейді. Adreno 650 бұның видеокартасы, бұныкі X3 Pro-ныкі Adreno 640. Екеуінде 7 нанометрлік транзисторлар, енді ол жағы бірдей. Кішкене тест жасап кетейік. Енді бір 3 тесттен өткізейік. Ең бірінші Geekbench деген программа арқылы, ал бастап көрейік. Қазір тез өтіп кеттім, сосын көрсетем не болған. Міне тест біріншісі бітті. Benchmark 5, 982 мен 755. Енді айырмашылық көрініп тұр. Примерно 1,5 еседей. Мынау мультикор, яғни көп процессор жасайтын, процесс жұмыс істейтін 3189-ды 2666. Примерно 30% шығар арасы. Бұл бәрі білетін, бәрі қолдана алатын Benchmark программасы. Енді Antutu программасын көрсек. Antutu программасында тексеріп көрдім. Екеуі де тесттеп көрдім. Енді тесттеп алғаннан көрсетіп тұрады. Мына қараңыздар, 680 мың, мынау 562 мың. Бұл да арасы 30%-тей. Бүкіл дүние жүзі қолданатын Antutu тесті 680 мың екен, қандай екенін көрсетіп тұр. Мынау 562. Бұл да жаман емес. Арасы 860 пен 870-тің процессорының айырмашылығы осындай. Ал енді үшінші тест, бұл throttling тест дейді. Бұлған күш түсе тұрып, қазір көресіздер, мысалы, қинала ма, қиналмай ма, қалай өзін көрсететін көресіздер. Ал 1-2-3. Басталды, қазір көресіздер. Енді алдын ала айтайын, F3-тің процессоры өте жақсы жұмыс істейді. Бұл тұрақтылық, бұл күшті көтеремін деген, бұл мен түсіндіру үшін былай айтайын. Қараңыздар, мынау гипс деген бар. Бұл ауырлығы. Мынау 220 гипс, мынау 160 гипс. Көрдіңіздер ма? Қаншама есе артық, мынау бір 40% шығар примерно. Тағы да айтайын, 220 гипсқа да жаңа көтерілді. Ал мынау 160 тайп. Енді қазір болған кейін көрсетеді, қалай көтергенін. Енді айтып отырмын ғой, егер екі адам болса, мынау бір ауыр затты көтеріп кетіп баратыр, мынау бір жеңіл зат көтеріп кетіп баратыр, қандай болып тұр. Міне X3 көрсетті, 1 минут өткеннен кейін қинала бастады. Міне көріп отырсыздар, 134, 120, 117-ге түсіп кетті. Бұл жеңіл грузды көтергеннің өзінде қызыл көрсетіп тұр, яғни 80% төмен кетіп қалған. Ал мынау F3, Poco F3, бұл ауыр зат көтерген өзінде, қазір мысалы 180 гипс, 170-ге түсті. Жалпы бұл да түсе бастады, бірақ қызылға түспеді. Енді мені көрдіңіздер, ары қарай кете берсе бір ұқсас, ары қарай
көтеріледі, төмен түседі. Мынау түссе де қатты түспейді, бұл 80% түспейді, және гипстері өте үлкен айырмашылықтары. Камерасына келсек, екі смартфонның камерасы бірдей, екеуінің де күші бірдей, бірақ видео түсірген кезде мен бағана байқадым, видео түсірген кезде F3-те стабилизациясы жоқ, ал X3 Pro'да стабилизациясы бар. Қазір сіздерге видеосын, фотосын жақындаған түрін көрсетем, көріңіздер. Мұны видео түсіріп көрем. Екеуінде стабилизация қосылмаған, бірақ X3 Pro'да стабилизация бар. Қазір қосып көрем. А F3-те жоқ. Мұны стабилизация қостым X3 Pro'да. F3 Pro'да жоқ стабилизация. Сапасы өзгермеген, түрі осындай. Зато екеуінде де осындай режим бар. Артқы видеоның фоныңыз бұлыңғыр болады. Ой, әдемі ғой. Мұны видео түсіріп көрем. Екеуінде стабилизация қосылмаған, бірақ X3 Pro'да стабилизация бар. Қазір қосып көрем. А F3-те жоқ. Мен стабилизация қостым X3 Pro'да. F3 Pro'да жоқ стабилизация. Сапасы өзгермеген, түрі осындай. Зато екеуінде де осындай режим бар. Артқы видеоның фоныңыз бұлыңғыр болады. Ой, әдемі ғой. Смартфон артықшылығын көргіңіз келсе, мынандай артықшылықтары бар. Былай көрсетейін. Міне видеоклип түсіруге болады, видеоблог түсіруге болады. Мысалы, көп видео түсіресізде, мынаны баса салып, ол тез арада өзінің видеоларын бәрін байлап береді. Замедление, таймлапс, мысалы, выдержка деген болады жаңағы. Мысалы, машина былай тез өтіп кетсе, бұл выдержка арқылы машинаның сызық ретінде көрініп тұрады. Тағы не бар? Клонирование деген, мысалы, бір фотоңызда, мысалы, 4 адам болуы мүмкін. Және двойной видео деп тұр, яғни экранның жартысында сіз, экранның жартысында ар жағында болған зат. Мынада тура сондай, мүмкіншіліктері бірдей. Камера жағынан көп айтқым келмейді, өйткені екеуі де 48 мегапиксель. Қайталап айтайын, бұл Xiaomi болғандықтан, Xiaomi'дің енді суббренді болғандықтан, кешке жақын онша түсірмейді. Мына жерде ночь деген бар, бірақ оған қатты сенбеңіздер, оның пайдасы аз. Енді негізгі камерасы 48 мегапиксель, кең бұрышты камера түсіру 8 мегапиксель, өкінішке орай 8, бірақ Poco X3
естеріңізде болса, былтырғы Poco X3-те 12 мегапиксель болды. Мен оны даже видеоға түсірген кезде сразу байқадым, басқалардан гөрі артықшылық екен. Өйткені көп смартфондарда, көп Xiaomi'ларда кең бұрышты камерасы 8 мегапиксель, ал X3 Pro, X3-те 12 мегапиксель болған. Селфи камерасы да екеуі бірдей 20 мегапиксель. Сонда қызық жалпы, стабилизациясы бар, мынада стабилизациясы жоқ. Ананың селфи камерасы кішкене болса да артықшылығы бар. Сонда қараңыздар, мынаның бағасы 130 мың теңге, мынаның бағасы 210 мың теңгедей, бірақ мынаның камерасы кішкене болса да артық болып тұр. Аккумулятор жағынан қарайтын болсаңыздар, мынау IPS экран болғандықтан бұныкі 5160 мАч, ал F3-те 4520. F3-те 4520. Яғни бұдан артықшылықтары қайтадан X3 Pro-да. Жалпы айтайын дегенім осы, артықшылықтарын көрдіңіздер. Енді процессор жағынан бәрі де ұтып тұр, өте қатты ұтып тұр, 30%-ке ұтып тұр менің ойымша. X3 Pro-ның біраз артықшылықтары бар, бағана бір 4-еуін айттым. Бұның мини-джек деген сияқты мелочтар жағынан артықшылықтары бар. Бірақ өздеріңіз таңдайсыздар. Мынаның бағасы 130 мың, мынаның бағасы 210 мың, арасы 80 мың десе болады. Енді өздеріңіз айтыңыздар, кімге қайсысы ұнады. Жалпы айтайын дегенім осы, сіздер білсін деп, сіздер көрсін деп, айырмашылықтар қандай екенін ертең дүкенге барасыздар, сіздерге жаңа сатушы айтады, қайсысы жаман, қайсысы жақсы екен, бірақ сіздер уже біліп тұрасыздар, кімдікі қандай екенін. Өкінішке орай мынау кір-кір ештеңе етпейді. Жалпы сол. Мынада 5G бар айтпақшы, бірақ оған мән бермеңіздер. Жалпы сол. Біріншіден комментарийға жазыңыздар, қайсысы сіздерге ұнады. Екіншіден комментарийға жазыңыздар, қайсысы қандай смартфонды көргіңіз келеді. Үшіншіден лайк басыңыздар. Лайк басыңыздар, неге қиын, сол бір кнопканы басу қиын болды ма. Сол, келесі кездескенше, келесі жолы қызық видеолар болады. Сау болыңыздар, осымен видео аяқталды.